Қайырлы кеш барлықтарыңызға. Тақырып қандай деп сұрамаңыздар, ханымдар. Промоушн жіберіледі заранее чаттарыңызға. Аты жөнім, барлығы жазылған. Тақырып бизнестің негізгі 3 шарты. Кеш жарық, Нұргүл ханым. Барлықтарыңызға қайырлы кеш. Гүлбадан ханым, кеш жарық. Қыздар, не деп жатырсыздар? Проценттеріңізді жаза отырыңыздар, кімдер кіріп отырған көріп отырайын. Так, 150 адам болды. Қыздар, мен уже давно беззвучный режимға қойдым. Мен пока әлі ештеңе сөйлеп жатырған жоқпын, я тақырып жайында. Тек күтіп отырмын адам жиналған. Так, барлықтарыңызға жақсы көрсетіп тұр ғой, я? Қатқанда ол сізде шығар нашарлау болып тұрған. Менде Wi-Fi мен кіріп отырмын, менде интернет жақсы ұстайды. Қатып қалып жатырса, шығып қайтадан кіріңіз. Қыздар, барлықтарыңызға естілмей тұрма даусым? Біреулеріңіз плюс басып атырсыздар, біреулеріңіз естілмейді дейсіз. Мына жерде Арайлым Шадияровна, неге күліп жатырсыз? Саламатсыздар ма жаңадан қосылған ханымдар? Жоқ, мен ашуланып отырған жоқпын. Просто кіріп аласыздар да, сіздер тек ананы үйт, мынаны сөйт деп барлықтарыңыз үйретіп отырасыздар. Барлықтарыңыз лидерсіздар, ертеңгі күні барлықтарыңыз прямой эфирға шығасыздар. Так, 6%, 9%, 12, 12, 6, 15, 6%, 22% ханымдарда бар екен. Так, 200-ге жеттік, олай болса эфирді бастай берейін. Барлықтарыңызға тағы да қайырлы кеш. Алдымен өзімді таныстырып өтейін қысқаша. Есімім Гүлфарида Сейілхан болады, Ақтөбе қаласынан боламын. Жасым 28-де, 2 баламен декретте отырған анамын. Осы бизнесті декретте отырып бастадым. Екінші ұлым, яғни 2 ұлым бар. Екінші ұлыммен декретке шыққанда, оған 2-3 ай болған кезде осы бизнесті бастадым. Қазір уже ұлыма 1,5 жаста, сонда уже бизнесқа келгеніме 1,5 жылдай уақыт болыпты. Қазіргі күні ашық золотой директор званиясындамын, премиумды қорғап жатырмын. Алла қаласа 3-4 айдың көлемінде $3,500 премиумды аламын, яғни $1,500 старший директор званиясы үшін, және де $2,000
золотой директор званиесі үшін. Сонымен қоса бонустарды да алып келе жатырмын, юбилейный бонустар. Біздер де білесіздер, қазір 2020 жыл Oriflame-ның Қазақстанға кіргеніне 20 жыл толып отыр. Соған орай қосымша бізге юбилейный бонустар беріп жатыр. Зарплатымызға қоса әр каталог сайын 100 мың теңге бонус алып отырмын қазіргі күні. Енді балдарымды папаларымен бірге далаға шығарып жіберіп жатыр едім. Бұл бизнесқа өзім келген себебім реально мүмкіндік іздеп келдім мен. Бұл жаққа ақшам қалтамда тасығаннан да, 30 мың теңгем қалтамда тасығаннан, я үйде декретте отырып, ерігіп отырғаннан келген жоқпын. Жұмысым Аллаға шүкір бар, мамандығым да бар. Осы Ақтөбе қаласында музыка колледжін бітірдім 2007-2011 жылдар аралығында. Одан кейін 2011-2015 жылдар аралығында Алматыда Құрманғазы атындағы Қазақ ұлттық консерваториясында оқып білім алдым. Және де оқуымды бітіргесін 2015 жылдан бері осы Ақтөбе қаласында Ғайза Жұбанова атындағы облыстық филармонияда өзімнің дейін қазіргі күні декреттің арқасында осы бизнесқа жолықтым. Қазіргі нәтижеме Аллаға шүкір деп айтамын. Дегенмен бұл нәтижемен тоқтамаймын. Алла қаласа, цель менде минимум бриллиант цель. Сондай цель барлықтарыңызда болсын деймін. Енді әрі қарай бүгінгі тақырып бойынша бизнестің 3 шарты, негізгі 3 шарты барлықтарыңызға білесіздер, тіркелген кезде айтылады да, ешкім ештеңені жасырмайды, барлықтарыңызға айтады. Егер де бизнес партнер ретінде тіркелетін болсаңыз, онда компанияның қойған 3 шарты бар. Сол 3 шартты орындап отыру арқылы 21 күндік табысқа шығасыз. Ол 3 шартты әлі күнге дейін мен де орындаймын, Сафировый директор да орындайды, Бриллиант ханымдар да орындайды, Ғазиза ханым да орындайды, Мерей ханым да орындайды, Нұргүл ханым да орындайды, барлық лидерлерді орындайтын барлығы сол 3 шарт болды. Одан артық секреті жоқ бұл бизнестің. Яғни ол 3 шарт. Бірінші шарты өзіңіздің жеке 150 балыңыз. Егер де әрине бизнеске келетін болсаңыздар, бизнеске келмесеңіздер, онда тұтынушы болсаңыздар, сіздер өздеріңіз білесіздер, кез келген балды заказ жасай бересіз балға. Жана 100 балдан жоғары жасап отырсаңыз, ең болмаса сіздер жана старттық бағдарлама бойынша шаговый подаркаларыңызды алып отырасыздар. Ал егер де бизнесқа келетін болсаңыз, міндетті түрде 150 балл, именно 150 балл, даже 149 балл жасасаңыз, сіздер уже компанияның алдында тұтынушы болып есептелесіздер. Яғни бұл жақта компания мысалы мені танымайды, я сізді танымайды, барлығымызды танымайды компания. Компания тек біздің регистрационный номеріміз бойынша бізді таниды. Бизнес приложениеда, яғни сіз көрініп тұрады да, личные баллы, соған қарап анықтайды. Так, сіз 150 балл салсаңыз, так, значит, мынау жаңағыдай бизнес партнер, ал одан төмен болса, онда тұтынушы. Яғни 150 балл салатын болсаңыздар, келген күннен бастап, сізде уже 10% 150 балға да, именно қазір айтып өтейін, осы жерде 100 балл, 150 балл, одан төмен балл, солардың айырмашылығын бірден айтып өтейін. 150 балл именно бизнестің балы. 100 балға сіз шаговый подаркыңызды аласыз, болды. Ал одан төмен 99 балдан 99 и одан төмен болса, уже шаговыйда дымда да болмайды. Ал егер 150 балл салатын болсаңыз, онда сіздер көп мүмкіндікке ие боласыздар. Ең бірінші өздеріңіздің жасаған жеке товар обороттарыңыздан сізге кэшбэк қайтарылады, яғни 10% өзіңіздің жеке товар оборот, личный товар обороттан. Яғни сіздің 150 балыңыз шамамен 3300 теңгеге шықты ма? 33 мың теңгеге шықты ма 150 балыңыз, да, примерно. Ол кезде сіздің кэшбэгіңіз 3300 теңге болады. Немесе 3000 теңге, 30 мың болса 3000 теңге қайтарылады. Вот осы скидкаңыз сіздің уже келесі каталогта жасайтын
жаңағы заказыңыздан шегеріледі. Вот 150 балл жасағанда ұтатындарыңыз. Және де одан бөлек бізде специальное предложение деген болады да, текущий каталогтан бөлек тағы да қарасаңыздар, следующий каталог деп тұрады, специальное предложение деп тұрады. Вот сол жақта сіз 60-70%-ға дейін жеңілдіктер болады. Сол именно отдельно брошюрка шығады. Сол жақтан сіз егер 150 балл жасап отыратын болсаңыз, келесі каталогтан бастап уже сол мүмкіндікке ие боласыз. Яғни 60-70% скидкасы бар заттарды ала аласыздар. Одан бөлек 2 рет 150 балл жасап, одан кейін үзбей үнемі 150 балл салып отыратын болсаңыздар, әр каталог 50% скидкамен кез келген өнімді алып отырасыздар. Яғни ол қымбат бір сумка болуы мүмкін, да, бір аксессуарлар болуы мүмкін, парфюм болуы мүмкін, бір ұнап жүрген, алғыңыз келіп жүрген, мысалы қымбатсынып жүрген, да, 13 мың, 14 мыңның заты болса, сіз оны, яғни 50% скидка, минус еще 20% жаңағыдай неңіз бар ғой, дисконтыңыз бар. Сол кезде минус 70% скидкамен кез келген өнімді алып отырасыздар. Енді 150 баллды қалай жасаймыз? Жалпы 150 балл деген ең оңайы, осы 3 шарттың ішіндегі ең оңайы, ол 150 балл, ол қиын емес. Оны мен айтып отырмын, декреттегі ана, мен осы бизнесті бастағанда, мысалы, жолдасыма қарап отырмайын деген ниетпен жасадым да. Ең болмаса бір даже 50-60 мың теңге тауып отырсам да 21 күн сайын деген сондай ой болды менде да. Өзімнің шығындарыма, қыз келіншектердің өзінің шығындары жетеді ғой. Сондайларымды өзім өтеп отырсам, жаңағыдай күйеуімнен қайта ақша сұрап отырмай, сөйтіп отырсам деп бастаған болатынмын. Ол кезде мен баламның жаңағыдай декретный пособиесімен бастаған болатынмын осы бизнесті да. Егер де қазір ойлаңыздаршы, егер де сол кезде мысалы қазір ақша жоқ, тағы бірдеңе деп айтады да адамдар 150 балға. 150 балл на самом деле ол шамалық ақша. Продуктіге барасыз, магазинге, супермаркетке да, бір күнді қонақ шақыратын болсаңыз, сол 30 мың теңгеңіз кетеді де қалады. Ал мына жақта 30 мың теңгемен сізге в будущем миллион теңге доход әкелетін бизнес бастай аласыз. Вот мен 30 мың теңгемен баламның пособиесімен отырып, сол осы бизнесті бастадым. Ал қазіргі күні мен балам уже бірге давно толып кетті да, пособиесі уже давно тоқтады, а зато қазір менің 21 күн сайынғы айлығым 300 мың теңге. Сонда қараңыздар, кім ұтты? Егер де мен сол кезде тоже мен балам пособиесіне қарап отырмын, менде артық ақшам жоқ деп тоже бизнесті бастамасам, егер қазіргі күнгі менің доходым болмас еді 21 күн сайынғы. Көрдіңіздер ма? Осы кезде шамалы мимен қосып жұмыс жасау керек. Және де 150 балл ол вообще шығын емес. Мысалы қараңыз, 150 балл. Қазір міне мен бетімде тоналка тұр да, осы Oriflame-дікі, былай күнде жақпаймын, прямой эфирға шығатын болғасын әдемі болып шығайын деп жағып алдым. Карандаш, например, осы біздің Джорданийдің карандашын қолданамын қасыма. Подводка, Джорданийдің подводкасы, тушым Tremendous деген кешегі новинка туш да. Помада On Color деген сериядан матовая помада өткен каталогта тоже алған болатынмын. Oriflame-ға келіп, прям күшті бизнес қой, қыздар. Әдемі болып, боянып, духин теуіп, мысалы, жаңа прямой эфирда иіс бармайды ғой енді сіздерге, бірақ мен прям өзіме приятно. Магнетиста деген менің любимый парфюмым. Уже екінші флаконын бастадым. Тоже алсаңыздар өкінбейсіздер. Вот әдемі болып, духиді сеуіп, боянып, одан бөлек міне мен шашымды тоже осы біздің краскамен бояйым, Хайрикстің темный каштановый цветпен осы шашымды бояйым. Қазір запаста үйде алдында скидка болып тұрғанда тоже 2 коробкасын алып қойдым. Өткені төбемнен не шығып кете береді мына жерден, ақшаштар шығып кете береді. Жас болсам да білмеймін неге екенін. Жиі бояп тұруға тура келеді. Оның алдында мысалы Гарнир, палет деген супермаркеттерден алып сол нелерді бояп жүрдім. Итаки да. Oriflame-ға келіп шығынсыз бизнес жасау деген
осы одан бөлек мысалы таңертеңнен бастап, да, мысалы мен таңертең тұрам, коктейлімді ішемін, одан кейін завтрак ішеміз. Завтрактан кейін міндетті түрде мен, күйеуім, 2 ұлым полностью витаминдерімізді ішеміз. Женский пэк, мужской пэк, омега-3, мультивитамин балдарым ішеді, да. Одан мысалы кешкісін, да, душқа түсеміз обычно. Кейде таңертең түсеміз, сол кезде вот гель для душа жағамыз, одан кейін басымызды жуамыз, одан кейін лосьонмен тағы да басымызға жағып тоже шаямыз, одан кейін сабын қолданамыз міндетті түрде. Қыз келіншектер бізде интим геліміз бар қолданатын. Одан бөлек уход, да, бетке деген Oriflame-да болмасаңыздар крем жақпай жүрмейсіздер ғой, да. Зато осы Oriflame-ға келіп, Oriflame сізді бағалайды, күшті Novage деген набор алып қолданып жүрмін қазір осы Oriflame-ға келіп. Соның арқасында қазір бетімді әдемі болып жүр, өзіме прям ұнайды. Мен Novage против пигментации сериясын қолданамын. Оның алдында ең бірінші мен жаңа Novage 25+ алған болатынмын, оны бітірдім. Енді қазір против пигментации қолданып жүрмін. Бұйырса оны бітіргесін плюс 30-ті алып қолданғым келеді, Алла қаласа. Вот тісімізді жуып бастаймыз таңертең тұрғаннан бастап, да. Зубная паста, зубная щетка, мына жерге жаңа что-то әкеліп дайындап қоймаппын. Обычно сөйтіп көрсететін едім мен деген командама не алып, не қолданып барлығын. Вот осы процедуралардың барлығымыз жасаймыз, да. Міне вот магазин ауыстырып қарапайым ғана шығынсыз бизнес жасау деген осы. Әрине, бірақ қазір мысалы новичок болсаңыздар, да, 3%, 6%, әрине оның барлығын қазір сіздер өздеріңіз алып қолданып отырыңыздар деп мен әрине айтпаймын. Өйткені мен өзім олай жасаған жоқпын, потому что мен бір рет міне 150 балымды жасадым, да, пособиеммен. Оның барлығын өзіме алып отырсам, келесі каталогта уже қайда маған тағы 30 мың, да? Мен ең бірінші заказды вообще не істеген жоқпын, даже заказ жинағанда жоқпын. Қазіргі кейбір новичоктар бар, 150 балл жаса десең, каталог жіберіңіз, мен заказ жинап көрейін дейді. 1-2 адамға 1-2 чатқа лақтырып жібереді, да, сосын жоқ, ешкім заказ бермейді екен дейді. Конечно, ешкім заказ бермейді. Өткен сіз ол каталогтың бетін өзіңіз бірінші ашып көрдіңіз ба? Ішіндегі продукциялардың барлығымен өзіңіз таныссыз ба? Жалпы Oriflame-ның продукциясы жайлы не білесіз? Біреу заказ беретінде өзіңіз бірінші қолданып көруіңіз керек қой. Мен ең бірінші наугад чисто өтедау деген заттарды бердім, да. Ең бірінші өзіме чисто жаңағыдай шампунь, лосьон деппін ғой, бальзам для волос заказ бердім, ең бірінші заказымда. Содан кейін тоналка бердім, The One-ның тоналкасын бердім. Сосын болды деймін. Қалған заттарын жаңа гель для душа, сабын, қол кремдер деген вообще жақсы өтеді, духилар жақсы өтеді. Солардың барлығын сатуға заказ бердім. Мен даже заказ да жинаған жоқпын. Мен деген біреу заказ береді, бермейді ма деген сияқты ой болған жоқ. Менде және де заттарымды біреу алмай қалады ма деген тоже ой вообще болған жоқ. Вот сіздерге осы бизнесті егер қазір жасауға не болып жатса, бизнесіңіз жүрмей жатса, значит барлық мәселе сіздің миыңызда. Значит сіздің миыңыз әлі күнге дейін сіз өз-өзіңізге сенбей жүрсіз, то, что осы бизнесті жасай алатыныңызға. Мен осы бизнесті жасай алам деп прям өзіме деген сенімді болдым. Мен в душе мен прям сендім. Алғашқы күні осы прямой эфирді қарадым, я, мен сол күннен бастап менде уже так, мен ертең 3-4 айдан кейін мен де бұйырса лидер болам, мен де осы прямой эфирға шығам деп сразу ішімде сондай настрой болды. Сосын уже алғашқы күннен бізде деген біздің жұмыс жалпы бизнес психологиямен өте тығыз байланысты. Да? Бұл жаққа келгенде айтып жатады, ойыңызды өзгертіңіз деген, оның барлығы текке айтылып отырған жоқ. Шынымен де жаңағыдай закон притяжения деген бар ғой, соның барлығы жұмыс жасайды. Сіздерге совет беремін, ең бірінші очередте жаңа секрет деген фильм бар ютубта, соны қараңыздар. Мен сол ютубтан сол фильмді қарап біраз нәрсе ой түйдім. Шынымен де мысалы таңертеңнен бастап ұйқыңыздан тұрыңызшы, я настроениеңіз болмай солай бір сол аяқтан тұрдым деп айтады, да. На самом деле олай емес, өзіңіздің настроеңізға байланысты. Таңертең тұрыңызда айнаға қарап күліңіз. Бүгін менің күнім өте күшті өтеді, сәтті болады,
жанады мен бақыттымын, мен баймын деген сияқты таңертеңнен бастап уже аффирмация айтып тұру керек. Сол кезде барып целый день күніңіз күшті өтеді. Ал егер де таңертеңнен бастап жынданып тұрсаңыз, әрине целый день солай өтеді. Не ойлайсыз? Барлық айтады ғой, осы өмірде болып жатырған заттардың барлығы өзіңіздің ойыңыздың жемісі. Кез келген зат ең бірінші адамның ойында пайда болады, сосын өмірінде пайда болады. Сондықтан ойыңызды үнемі негативтерден тазартып жүріңіз. 150 балл болмайды, 150 балл ешкім алмайды, 150 баллға ешкім заказ бермейді деген өзіңізде настрой болады ма? Ол шынымен де солай болады. Ал менде ондай настрой болған жоқ, и менде барлығы жақсы болды. 150 баллды мен спокойно жасадым, саттым. Мысалы, декретте отырсыз, қалай шығып сатасыз деп айтуларыңыз мүмкін, выходын табуға болады. Мысалы, мен өзімнің мамам мұғалім, мектепте істейді, енем де мектепте істейді. Осы екі кісіге алма-кезек беріп жүрдім заттарымды, мектепке сатып беріңіздерші деп. Кез келген нәрсенің амалын табуға болады. Одан бөлек есік алдына күнделікті шығып атамыз ғой. Мысалы, балаларымызды ойнатуға площадкаға шығамыз. Одан бөлек қазір онлайн заманы, онлайн. WhatsApp барлықтарыңызда бар. Тумалар, мамочки, класстастар, анау, мынау деген чаттар барлықтарыңызда бар. Солардың барлығына рассылка жасасаңыздар болады. Тіпті контактыларыңыздың адамдарының барлығына жеке-жеке сразу астына текст жазып алып, каталог қарап көр, осындай скидкалар бар деп, сразу скидкалар бар бетін түсіріңіз. Өйткені қазір адамдарда того жалқы, мысалы, каталогтың бетін қарауға да ерінеді. Сондықтан именно скидка беттерін, міне осы каталогта осындай затқа күшті скидка болып тұр деген сияқты, солардың барлығын скрин жасап жіберіп, солай заказ жинауға болады. Заказ береді любой адамның қазір, қараңыздаршы, любой адам өмірінде бір рет болсын Oriflame продукциясын пайдаланып көрген, любой адамның үйінде бұрыннан бір келе жатқан бір жанады тальк болсын, лосьон для тела болсын, тағы басқа болсын, любой адамның үйінде бар. Любой адам әйтеуір бір эклатын білет, Oriflame'ның эклатын любой адам білет. Oriflame'ның молоко и мед сериясын любой адам білет. Қазіргі Novage-ді білмесе де, молоко и мед сериясын любой адам білет. Мәселе сіздің ойыңызда, мәселе сіздің өзіңізде, адамға қалай жеткізесіз, қалай предлагать етесіз. Одан кейін есік алдына шыққан кезде, магазинге барған кезде каталог ұстап барыңыз. Мысалы, продавщицалары қалдырып кетіңіз, парикмахерскийге барасыз, тоже қалдырып кетсеңіз болады. И қазір мен сіздерге совет беремін, Oriflame'ға келдіңіздер ма, уже өздеріңізді кәдімгідей біз Oriflame әдемілікті предлагать етеміз, әдемі өмірді предлагать етеміз. Сондықтан уже сіз осы косметиканы жағып, әдемі болып боянып, үнемі әдемі болып жүріңіздер. Даже если үйде отырсаңыз да, осылай әдемі болып жүруге тырысыңыздар. Өйткені мысалы далада жүрген қазіргі адам деген, солай ғой, қазіргі заман сондай, встречает по одежке, провожает по уму дейді. Сол сіз мысалы барып әдемі косметика предлагать етіп, тағы бірдеңе, мысалы, бизнес предлагать еткеннің өзінде, мысалы, адам сіздің бірінші түріңізге қарайды. Егер өзіңіз бір неухоженный не болып тұрсаңыз, қандай әдемі өмірді предлагать етіп тұр, қандай бизнес предлагать етіп тұр деп адам ойлайды. Ал сіз уже әдеміленіп, өзгеріс болу керек адамда, Oriflame'ға келдіңіз ба, міндетті түрде өзгеруге тырысыңыз. Андай болмау керек. Мен сондаймын, мен боянбаймын, мен адамға айта алмаймын, мен тағы бүйте алмаймын деген ондай барлық гордостарыңызды барлықтарын жинап қойыңыздар. Ондай гордость сіздерге ешқандай да нәтиже алып келмейді. Ондай болсаңыздар, вообще қазір өз-өздеріңізбен мықты жұмыс жасау керек. В первую очередь өз-өздеріңізбен жұмыс жасау керек. Өз-өздеріңіздің саморазвитияларыңызбен көп жұмыс жасау керек. Осы бизнесқа келгенде, вот сол кезде барлығы болады. Міне 150 баллды еш қиындықсыз жасауға болады. Даже мысалы, каталогпен заказ бермесін, сіздер оған мойып қалмаңыздар. Маған ешкім заказ бермейді деп. Наугад беріңіздер. 150 балл, егер де витаминмен жасайтын болсаңыз, 3 ақ wellness pack коробкасы, 3 ақ wellness pack'тан сіз 150 баллды жасайсыз. 150 балл деген соншама осында коммерсант емессіздер, сіздер сатып жүрем ба деп базардағы коммерсантты елестетпеңіздер көз алдарыңызға. Сату ол уақытша.
сату ол уақытша доходқа шыққанша. Қазір мен, например, бұрынғыдай сатпаймын. Мен қазір чисто для себя уже беріп отырмын. Қазір енді доходқа шыққаннан кейін солай жасап отырмын мен. Конечно, бұрынғы клиенттерім бар, заказ берсе, оны әрине заказ беремін, а бұлар өзіме алып отырмын витаминімді и полностью мен магазинімді ауыстырдым. 150 балл вот 3-ақ wellness пэттен тұрады. Немесе, мысалы, духилардан жасайтын болсаңыз бір 20-30 балдық духилар бар ғой, да? 40 балдық духи, одеколон дегендер бар, мысалы. 2 одеколон, 3 духи алыңыз, например. 5-ақ затты сату қиын ба? 21 күнде мен ойлаймын 5 затты сату қиын емес. Я болмаса былай заказ беріңіздер, мысалы, Нұргүл ханым айтады ғой, Нұртазаева, ең бірінші заказы мен жаңа 5 шампунь, 5 жаңадай гель для душа, 5 интим гель, 5 зубная паста деп өстіп несетін, да? 5-6 адам, вот 5-6 осындай заттан құрап, мысалы, 5-6 адамға сатуға болады. Мысалы, ең бірінші тумаларыңызды попросить етіңіздер. Мен осылай бизнес бастадым. Пожалуйста, менен бір не духи болсын алыңызшы деген сияқты, да? Мен, мысалы, тумаларым заказ берді, кейбір жаңа қайнапаларым бар, жаңа өзім үйіме барам, мамам бар, сестренкам бар, бір зат болсын әйтеуір береді. Любой адам береді, егер сіз деген істесеңіз. А бір өзіңіз через не хочу оны жасайтын болсаңыз, әрине сізге ешкімді келмейді. Ешкімді заказ бермейді, ешкімді сізге тіркелмейді. Вот, бірінші 150 балл осы. Қиын емес ол, да? И 150 балдан сіз егер, мысалы, каталогтың бағасымен сататын болсаңыз, сізге сразу 20% өзіңізге доход. Например, сіз 30 мыңға аласыз, да, 150 балл. Ол примерно 37 мың сондайдың товары, я? Сізге уже 20% скидкамен сататын болсаңыз, 7 мың теңге, мысалы, өзіңіздің қалтаңызға пайда. Одан бөлек жаңа кэшбэгіңіз бар, да? 3300 теңге, мысалы. Соны жаңаға қосқанда уже 10 мың теңге сізге пайда. Одан бөлек шаговый подаркаларыңыз бар, да? 4 каталог бойы келіп отыратын. Оның өзі 10 мыңның үстіндегі продукциялар. Оның өзін сататын болсаңыздар, оның өзі өзіңізге пайда. Мен басында барлық шаговый подаркалардың барлығын саттым. Маған лепі, даже бар ғой, мен деген 20% скидкасымен бере бердім. Өйткені маған маңызды болған жоқ ол 20% скидка. Кейбіреулер сол 20%-ті көрем деп сатып, сол сатудың соңында кетеді, ондай болмаңыздар. Маған ең бастысы 150 балды шығынсыз жасап, доходқа шығу болды в первую очередь. Самое главное, қалтамнан шықпаса болды 150 балды. И мен 20% скидкасымен берем десеңіз, любой адам, скидка деген сөз любой адамның құлағына жағады. Вот, например, 3000 теңгені сатын, 2400 теңгеге аласың десең, да? Например, 600 теңге скидка алады любой адам. Вот, өзіңіздің қалай жеткізуіңізге байланысты оның барлығы. Сондықтан, в первую очередь, өздеріңізбен жұмыс жасаңыздар. Қазір болмай жатыр ма? Значит, сіз өзіңіздің миыңызға сондай настрой беріп қойдыңыздар. Мен басында кәдімгідей мықты не істейтінмін, жаңа су техникасы бар, одан бөлек оранжевый дәптерге кәдімгідей күнде жынды адамдар құсап жазатын едім. Вот, эфирде не айтады маған, соның барлығын жасадым. Например, сол қолмен жаздым, мысалы, табысым 21 күн сайын 300 мың деп, вот, қақылдап жаза бердім, жеттім міне 300 мыңға. Алла қаласа енді 500 мың деп жазам. Енді сіздерге, мысалы, қазір деген сразу миллион деп жазу, ол деген миға сыймайтын зат, да? Қазір, мысалы, сізде әлі доход болмаса, қазір хотя бы 100 мың, 150 мың, 200 мың деп сөйтіп жазыңыздар. Бірден 500 мың қылдырып жазсаңыздар, ол енді миға сыймайтын зат қой, действительно. Вот, басында мен 150 мың деп жаздым, содан кейін уже 300 мың деп жаздым. Енді қазір берсе 500 мың деп жазам. Вот, оның барлығы сіздің жаңа миыңызды сендіру. Түсініватсыздар ма? Одан бөлек, вот, 150 балл ешқандай проблема емес. Одан кейін екінші шарты обучение дейді. Обучение, вот, тегін күнделікті бір уақытта, бірнеше страницада обучение өтіп жатады, күнделікті.
соған сіздер кірулеріңіз керек. Одан бөлек өздеріңіз қарап ізденулеріңіз керек. Ютубтан ізденулеріңіз керек. Ютубта өте көп материалдар. Мен өзім қараған, лично өзім қараған новичок кезінде Ирсана Магомадова, Надежда Сальникова, Эдуард Васильев, вот осы адамдарды қарадым. Және де Тамила Полежаева, Владимир Полежаев, осы российский лидерлардың вебинарларын қарадым өзім. Солардың арқасында өстім. Және де біздің қазақстандық топ лидерлар, вот Ғазиза ханым бастаған, Мерей ханым, Мөлдір ханым, Нұргүл Нұртазаева ханым, вот осылардың вебинарларын қарадым. Ютубта барлығы бар, ешқандай нәрсе жасырып, ешқандай лидер өзінің жаңағыдай жұмыс жасау методикасын, барлығын фишкаларын, ешкім ештеңесін тығып отырған жоқ. Барлығын айтып жатыр, тек бізге соларды орындау ғана қалды. Да, обучение ол қиын емес. Және де обучение не үшін, мысалы, ойлайсыздар шығар, да, каждый раз кіреміз обучениеге, бір нәрсені қайталай береді деп. Вот бір нәрсені бір айтқаннан, мысалы, кейбіреулеріңіз түсінбеуі мүмкін. Мысалы, кейбір айтқан спикерді, мысалы, қабылдамауыңыз мүмкін. Дәл сол теманы келесі басқа спикер айтса, ол сіз уже басқаша қабылдауыңыз мүмкін. Именно, мысалы, алдында топовая прокачка деген болды ғой бізде деген. Именно жаңа каратин басталатқан кезде күшті лидерлар шықты да, күнде прям деген. Сол нені топовая прокачканы қараған кезде прям өмір сүргім келіп кетеді ғой. Ең бірінші Мерей ханым бастады, Гүлнара Рахимова жалғастырды, Ғазиза ханым, Майя Бегалиева, тағы кімдер бар бізде лидерлар, Нурия Ахметова, Сәуле Жанабаева, Аня Кункушева. Вот мысалы, мен келгенде, да, осы Ғазиза ханым мен Мерей ханым соны білетін едім. Ал сол топовая прокачканы қарап, қаншама лидерларды көрдім. Ана бұрынғы 20 жыл бойы жасап келе жатқан топовый лидерлар бар ғой, Нурия Ахметова, тағы алдында шықты. Солардың история успехасын тыңдағанда, кәдімгідей біздің қазір жасап жүргеніміз түк емес екен, қыздар, түк емес. Вот сол топовая прокачканы мысалы қарап шығыңыз. Күнде бір адамның, бір лидердің жаңа топовая прокачка деп жазыңыз, именно топовая прокачка Арифлейм деп. Сондағы лидерлардың күнде бір обучениесін қарап шығыңыз. Прям миыңызға көп деген азық болады ол. Обучение не үшін аламыз да, бұл жақта сіздер деген элементарный заттарды білесіздер, да, и таки оны при сопровождении барлығын үйретеді. Жаңа активация, верификация, заказ салу, адам тіркеу, одан бөлек жаңа личный кабинетте жұмыстар, подписка қалай жасау, инстаграмда қалай жұмыс, оның барлығын күнделікті чаттарда өтіп жатырмыз. Ал именно мына прямой эфирларда сіздер алатындарыңыз әрбір лидердің өзінің жұмыс істеу методикасы, әрқайсының история успехасы. Мысалы, кейбіреулеріңіз болмай жатыр менде, анау мынау деп айтуларыңыз мүмкін, да? А на самом деле болмай жататын ол жалғыз сіз емес. Любой адамға барлығы деген барлығына оңай болған жоқ. Мысалы, маған да адам шақыру басында оңай болды дейсіз ба? Маған да оңай болған жоқ. Барлықтарының миына жаңағыдай барлығымыздың өтетін жолымыз бір. Вот сол әрқайсылардың история успехаларын тыңдайсыздар прямой эфирға кіргенде. Және де сіздер бриллиантқа жету үшін да үлкен ми керек қой. Бриллиантқа жету үшін сіздерде 6 команда болу керек, да, 6 директорская команда болу керек. Олардың әрқайсысында қаншама адамдар болады, да, солардың барлығын басқарып отыруды қараңызшы. Егер сіз дым не істемеймін, дым обучение алмаймын деп сөйтіп жасайтын болсаңыз, да, мысалы прямой эфирға кірмейтін болсаңыз, ол астыңыздағы адамға не білім бересіз? Астыңыздағы адам любой уақытта сұрақ қойғанда жауап бере білуіңіз керек. Любой адамның возражениесімен жұмыс жасау керек. Даже бізде работа с возражениями деген темалар бар, да. Тоже ютубта да бар ол темалар, работа с возражениями. Вот солардың барлығын сіз деген бриллиант болу үшін, бұл бриллиантқа сіздің миыңыз дайын болу керек. Ол үшін кітап оқуыңыз керек. Любой адам бриллиант болмайды. Бриллиант болған адамды қараңыз, міндетті түрде кітап оқыған, міндетті түрде обучение алған, міндетті түрде жаңадай тренингтарға қатысқан, осы бизнесқа келіп мен деген жаңада біздің психологтарды да білдім. Бұрын соңды вообще мен
ештеңемен шаруам болмаған ғой. Вообще бизнеста, психологияда мысалы Құралай ханым, Айнұр Тұрсынбаева дегендердің біреуін де білмегенмін. До того білмеймін мен қайда жүргенімді, бұлардың біреуін де білмегенмін. Осы бизнесқа келіп вот Айнұр Тұрсынбаеваның түп сана деген сабағына қатыстым да, содан да біраз нәрсе, біраз ойым өзгерді. Қазірдің өзіне любой нәрсені ойланып барып, сөйтіп барып шешемін. Мысалы, и сондықтан обучениенің маңызы өте зор. Және де бизнестің үшінші шарты, даже үшінші емес, бұны негізгі шарты деп айтқым келеді, рекрутирование. Бұл біздің бизнесіміздің жүрегі. Яғни адам, мысалы, жүрегі болмаса адамда, жүрегі соқпай қалса болды, адам өмір сүрмей қалады. Сол сияқты біздің бизнесімізді егер сұрақтарыңызға кейін жауап беремін, я? Уақыт бар сияқты пока. 37 минут болды. Сұрақтарыңызға жауап берем қазір. Рекрутирование жайлы айтып кетейін кішкене. Вот сол сияқты біздің бизнестің жүрегі рекрут. Егер де рекрут жасамасаңыз болды, обучение ала беріңіз, 150 балыңызды сала беріңіз, рекрут жасамайсыз ба, сізде доход болмайды. Және де келіп алып рекрут жасау білмеймін, адам шақыра алмаймын деп тоже отырмаңыздар. Барлығымыз үйрендік. Барлығымыз жасап келе жатырған осы үш нәрсе. 150 балл, обучение, рекрут, бас болды. Барлығымыз осыны жасаймыз, барлығымыз осыны қайталай береміз. Болды, бұдан артық ештеңе жоқ. Тоже оқып алып, бүкіл обучениенің тереңнен білем деп, бүкіл ютубтың бәрін қазбалап, тоже уақыт алмаңыздар. Вот күнделікті міне прямой эфирға кіріңіз. Күндіз мысалы, жатарда, я болмаса вебинар қарап жатыңыз енді. Жатарда түнгі 1-де, 2-де сіз уже ешкімге рекрут жасай алмайсыз да. Сол кезде мысалы жатарда міндетті түрде өзім сөйтемін мен. Жатарда бір вебинар болсын қарап жатамын. Күндіз басқа нәрселермен, күндіз жаңағы рекрутпен айналысыңыз. Көбісі айтады да, уақыт жетпейді деп мына бизнесқа келгенде. Уақыт жетеді, егер оның барлығын сіз өзіңіз кәдімгідей план құрғандай. Мұғалімдер план құрады, вот так поурочный план жазады да, мына минутта мындай тема түсіндірем, мына уақытта оқушылардан жаңағыдай контрольный алам, бүйтем, сөйтем деген сияқты. Сол сияқты мында келіп мен өз басым сол уақытты үнемдеуді үйрендім. Мысалы, просто жүре берсеңіз ол уақыт жетпейді реально. Ал шынымен де план құрсаңыз, мысалы таңертең тұрамын, бірінші мысалы чатта амандасам, шамалы инстаграммен жұмыс жасаймын, сосын завтрак берем балдарыма, содан кейін тағы да рекрутқа отырамын деп да, бір 11-лердің шамасында рекрутқа отыруға болады. Одан кейін қайтадан обедіңізге кірісесіз да, ыдыстарыңызды жуып болыңыз, шамалы үйіңізді жинастырып алыңыз да, и после обеда сағат 3-тен 5-ке дейін, 6-ға дейін уже рекрутқа отыруға болады. После обеда мысалы барлығы босайды. Барлығы солай ғой. В основном еще жаңағыдай декреттегі аналармен жұмыс жасайтын болсаңыз, барлығы после обеда тихий час болады, балдарын ұйықтатады, телефондарын қолдарына ұстайды сол уақытта. Вот сол уақытта адамдармен сөйлессеңіздер болады. Ал сағат 1-дің шамасында жазың, сізге ешкім жауап бермейді. И ол уақытта қолым босамай жатыр деп сізге бір сылтау айта салуы мүмкін. Сондықтан осылай уақытпен жұмыс жасаңыз. Және де рекрут айттым, я, рекрут болмаса бизнесіңіз жүрмейді. Даже если мысалы кейбіреулеріңіз ойлауыңыз мүмкін, мен астымнан адам тіркеліп жатыр, команда мені жаңа спонсорларын тіркеп жатыр, ертең мен 22%-ке өсемді, 100 000 теңге әлі қалып отырам деген ой болса, ондай ойларыңызды тастаңыздар. Ондай ой мына жақта жүрмейді. Мына жақта таза еңбекпен жетеміз бұл жақта. Даже если сізді команда 22%-ке өсіріп бергенмен, әрі қарай сізде уже екінші ветка болу керек та, екінші команда болу керек. Ал егер де сіз бірінші командада, бірінші веткаңызда жұмыс жасамасаңыз, да? Жұмыс жасау деген именно командамен жұмыс жасау керек бұл жақта. Адамды тіркегеннен кейін оның сопровождениесі бір бөлек, адамды тіркеп қойып, балын салдыртып, оны тастап кетуге болмайды. Оны әрі қарай сүйрелеу керек, сопровождение жасау керек. Барлық затына көмектесіп. Вот осы бірінші веткаңызда сіздер кемінде минимум бірінші веткаға сіз 5 КБП тіркеуіңіз керек, яғни 5 ключевой бизнес партнер. Менің өзімнің
спонсорым Жалкенова Ақмарал ханым. Соның айтқаны бізге солай. Бірінші веткаларыңызда 5 минимум КБП партнерларыңыз болу керек 22%-ке шыққанша да. КБП партнер деген не? Ключевой бизнес партнер. Ол деген жана потребительдер оған жатпайды. Потребительдерді тіркей бересіздер, но бірақ потребительдер КБП болмайды. КБП именно 150 балл салатын. Даже 150 балл салатын адам КБП емес. КБП деген күндіз түні сізбен связьда болатын, күндіз түні сізге сұрақ қоятын да, сіздің айтқаныңыздың барлығын орындайтын. Мысалы, біз новичок келеді, заказын салдыртамыз да, ақшасын төлетеміз, прямой эфирға кіргіземіз. Прямой эфир қарайды ма, ол уже КБП болатын адам. Прямой эфир қараса. А мысалы потребительдарға айт, по-любому кірмейді прямой эфирға. Вот прямой эфир қарап, содан кейін сұрақ қойып сізге сөйтсе, ол уже КБП деген. КБП деген адам тіркейтін адам. Адам тіркемесе де ол уже КБП емес. Именно адам тіркеу керек. Яғни бұл бизнеста сіздер лидер тәрбиелеу арқылы өсесіздер. Лидер тәрбиелемейсіздер ма? Сіздер онда әрі қарай өсу қиын болмайды. Даже өскеннен кейін да ол уже рискованно. Сіз кетіп қалсаңыз, мысалы, басқа командамен жұмыс жасауға да, астыңызда лидер КБП-ларыңыз болмаса, сіздің мына веткаңыз құлап қалуы мүмкін қайтадан. Сол үшін қайтадан уақыт кетіріп осы жаққа қайтып келесіз. Сондықтан қайтып келмес үшін бұл командаңызға қазірден бастап лидер тәрбиелеуіңіз керек. Ал лидер тәрбиелеу үшін сіздің өзіңіз күшті лидер, күшті спонсор болуыңыз керек. Сіз мысалы, каждыңыз мысалы да осы прямой эфирде отырған 3%-тен басқаларыңыз барлықтарыңыз уже спонсорсыздар. 6%, 9%, 12%, 15%-ке, например, сіздер команданың арқасында шығып отырсыздар ғой, да? Жалғыз өзіңіз, мысалы, элементарно 6%-тің 450 балды, мысалы, жалғыз өзіңіз жасай алмайсыз ғой сіз. 450 балл, ол 100 000 теңгенің товар обороты. Оны астыңыздан 2 адам тіркелді. Ал жаңадай тұтынушылар болса 100 балдан жасайтын 3 адам тіркелді. Я вообще барлығы тұтынушы 70-80 балдан салатын болса, ол артыңызда уже 5-6 адам бар деген сөз. Яғни сіз сол 5-6 адамның арқасында, 3-4 адамның арқасында 6%-ке көтеріліп отырсыз. Вот, сіз уже астыңыздан 1-2 адам ерді ма, сол адамның сіз спонсорысыз. Өз басым маған деген мені тіркеді Ақмарал ханым. Менен кейін ертесіне менің астымнан Іңкар деген біреу тіркепті. Мен әлі білмеймін ғой, ол кезде новичокпын. Ертесіне маған звондап тұр Ақмарал ханым. Фарида, мысалы, мен тіркелген күннен бастап сразу заказым салып тастадым. Вот қазір мысалы үйретеміз да, барлығын келген новичокқа ешқашан ештеңені жасап бермейміз. Заказында салып бермейміз, адамында тіркеп бермейміз. Ештеңені өзіміз жасап бермейміз. Өзіңіз жасайсыз ба, сіз ол адамды коллега қылып жатырсыз. Ол адам әрі қарай өзінің астынан адам ерте алмайды, егер сіз оның жұмысын жасап беретін болсаңыз. Келген новичокқа мен уже арқылы сопровождениеде айтып кетіп жатырмын. Сразу барлығын өзіне жасатып үйретесіз. Мен мысалы заказы жасадым. Ең бірінші заказымды маған вот Ақмарал ханым өте дұрыс істеген қазір. Мен де мысалы Ақмарал ханымның жасаған жасаймын. Тоже өзім партнерларымды жұмсаймын. Жұмсаңыз партнерларыңызды. Так, кім? Жұлдыз, ана жаңадан Ақерке деген тіркелді, соның заказын салуға көмектесіп жібер. Кім жаңа Гүлсана адам тіркегісі келіп жатыр. Кім Салтанат, Гүлсанаға хабарлашы, адамды тіркеуге көмектес деп. Осылай жұмсауыңыз керексіз. Спонсор жаңадай. Сол кезде жаңа астыңыздағы новичоктар уже сезінеді, уже бір ответственность сезінеді. Маған да вот ең бірінші маған сол менің үстімде бір каталог бұрын тіркелген Назгүл ханым маған деген заказ салдырды. Екеуміз телефонмен сөйлесіп отырып, ананы саламыз, өшіреміз, мынаны саламыз, өшіреміз. Одан кейін ең бірінші омега-3-ді бір көршімнен сол тіркелген күнім ғой, бір омега-3 заказ алып алдым, әйтеуір. Гүлгүл апа деген көршім бар, сол омега-3 детскийге заказ берді. Енді омега-3-ге Назгүл ханым өзі де білмейді, бір каталог бұрын тіркелген ғой. Мен Гүлфарида айтпақшы, осы омега-3-дің бір бәлесі бар. Бір рет алсаң, ол деген үзілмейді, 3 рет келеді ғой дейді. Мен деген, заказ бермесем де келеді ма? Жоқ, онда маған ол керек емес, мен тек бір рет алам болды, әрі қарай керек емес маған деп қоям ғой. Сонда жаңа подписка дегенді ол маған түсіндіре алмай тұр да. Бәлесі бар деп қойды, бір рет алсаң, 3 рет тоқтамай келеді деп.
Вот өйстіп отырып маған Назгүл ханым, бірақ зато мен уже барлығын досконально түсініп алдым. Қалай өшіру керек, қалай отмена жасау керек, соның барлығын сөйтіп маған диктовать етіп, бір телефонмен звондап отырды, екінші телефонымен менімен бірге менің заказым кодтарын бірге одновременно теріп отты. Екеуміз де бірдей шығады ма, шықпайды ма деген сияқты. Так. Сұрақ қойып жатырсыздар ма? Ренжіме. Кімге жаңа іңкарға звондашы, сенің астыңнан тіркедім, сен соның спонсорысың деп маған айтқан кезде мен прям жүрегім деген бар ғой, прям дүрс ете қалдым. Мен спонсор деген сөзді естіп, мен өзім кеше тіркелдім, мен оған не үйретем деп, мен уже өзіммен өзім самостоятельно деген іздене бастадым. Так, қалай не істеу керек, сопровождение новичка, анау мынау деп бүкіл таңғы 6-ға дейін жатып алып мен вебинарларды қарайтынмын. Зато соның арқасында, мысалы, келген күні мен мындай болып сайрап отырған жоқпын, да, мысалы. Оның барлығын постепенно үйренесіздер, мысалы, прямой эфирға шығуға да, мысалы, қорқынышты болуы мүмкін барлықтарыңызға. Оның барлығын үйренесіздер. Вот күнделікті іс-әрекеттің нәтижесінде барлығын үйренесіздер. Сондықтан рекрут жасау маңызды. Рекрутқа қайтып келейін. Рекрут бар, тағы да айтамын. Рекрут жоқ дейсіз ба, ол сіздің миыңызға байланысты. Жоқ десеңіз жоқ болады, бар десеңіз бар болады. Мысалы, маған неге адам заказ береді, мен неге 150 балымды жаңада без проблем жасаймын, маған неге адамдар тіркеледі, да? Мен өзім сенем оған, мен өз-өзіме сенем. То, что мен осы жақта кәдімгі результатқа жетем. Басында директор болам дедім, одан кейін золотой директор болам дедім, міне, да? Енді бұйырса, міне, 3-ші веткімді ашып бастап жатырмын. Значит, ол деген сөз, мен старший золотой директор болам. Вот элементарно, бірінші веткіңізде не жасадыңыз, соны әр веткіңізде қайталай бересіз. Болды, артық ештеңесі жоқ оның деген. Жаңа звание ашудың да, ветка ашудың да қиындығы жоқ. Егер де бірінші веткаңызда барлық спонсордың барлық айтқанын жасайсыз ба, сізде келесі екінші веткаларыңызда жұмыс жасауға ешқандай да проблема болмайды. Ал егер де сіз қазір ұйықтайтын болсаңыз, спонсордың айтқанын тыңдамайтын болсаңыз, спонсор обучение ал деді ма, алмасаңыз, адам тіркемесеңіз, заказыңызды бір салып, бір салмай отырсаңыз, ертеңгі күні өзіңізге де сондай партнер келеді. Жизнь бумеранг деп шынымен де айтылған. Қазір егер мысалы өзіңізге қандай партнер келгенін қаласаңыз, мысалы ешкім өзіне бір пассивный партнер келгенін қаламайды, иә, қақылдатып жүрген бір активный партнер келсе екен маған деп жүресіз. Ал сіз өзіңіз сондай партнерсіз ба өзіңіздің спонсорыңызға? Вот сіздер сол сұраққа жауап беріңіздер. Сол кезде сіз өсесіз. Ал маған деген адам келмейді, маған келетін адамдардың барлығы андай, сындай, ұйықтағандар келеді маған, заказ салмайтындар келеді деп сөйтіп ойласаңыз, мысалы, бүкіл проблеманы өзіңізден іздеңіз. Айдалада ешкімнен іздемеңіз. Мен лично өзім сөйтем, өмір бойы мен сөйтіп өзіме арпалысып келе жатқаннан. Так, менде рекорд болмай жатыр ма, значит, где-то бір жерден бір проблема болып тұр деп өзім қазбалап өзім проблемамды өзім солай тауып аламын. Вот сол сияқты любой кінәні өзіңізден іздеңіздер, біреуден көрмеңіздер. Ой, анау деген маған бүйтті, анау андай, мынау сындай деп ешқашан біреуден көрмеңіздер. Өздеріңізден іздеңіздер қатені. Сол кезде сіздерде нәтиже болады. Вот мысалы былай қарасаңыздар, мен золотой директор званиесін элементарно сол теплый кругымен ашып отырмын. Қазақпыз ғой, да? Адам деген жетеді. Тем более қазақ бір руын сұрай кетсеңіз, болды, бір-біріңізбен тума болып кетесіздер қазақ деген. Любой жер, мысалы кеше 1 июнь жаңада баламмен торговый домға бардым да, алдынан бері карантинге бүкіл магазиндер жабық болып ешқайда шыға алмай жүргенбіз. Кеше киім андай-мындай аламыз. Сол кезде да элементарно просто жаңада бір неге скамейкаға отыра салдым, баламды емізуге. Қасында тоже мамаша отыр екен. Тоже солмен сөйлесеге, сіз уже ашық болыңыз, общительный болыңыз, сосын үнемі күліп жүріңіз, чтоб адам тартылсын сізге деп, мысалы да, адамға жылы қабақ танытып тұрсаңыз, любой адам сізбен сөйлескісі келіп тұрады. Мен де кеше келіп отырып жатырмын, уже ана қасында келіншек өзі бастап жатыр да. Аяқ киімдеріңізді қай бутиктен алдыңыз деп сөйтіп сұрап бастап жатыр. Маған лишь бы сұрақ қойып бастаса болды. Әрі қарай әңгіме айтып, ақырсында Oriflame-дан бір шығам. Вот любой жерге барасыз ба, Oriflame-ді айтып жүріңіз. Любой жерде Oriflame-ді айтуға ұялмаңыз. Рекрут болады. Мен вот элементарно теплый кругыммен ғана осы золотын жасап отырмын.
солтына. Хотя мысалы маған отказ берген адамдар былай отказ берді деп мен тоқта қалған жоқпын. Мені қазір мысалы ең жақын жаңағыдай папам жақтан туған апаларым ондайлардың ешқайсысы тіркелген жоқ. Да? Маған сенбейді ма, әлде өздеріне сенбейді ма, әлі сондай. Класстастарымның барлығы түгел отказ берді. Ең жақын подружкам деген ол отказ берді, я. Мысалы мен олардың ешқайсысына сынған жоқпын. Егер сынатын болсам, мен қазір мысалы егер сол кезде ой маған адам сенбейді деп тастай салсам, мен қазір өйстіп золотой директор болып 21 күн сайын 300 000 теңге алып отыратын бедім мысалы. Айдаладағы адам ой Арифлейм ба, ой Арифлейм баяғыда қалған, ой Арифлеймді ешкім алмайды, тағы бірдеңе деп айтқанда мен тоқтап қалсам, мысалы қазіргі күнгі доходым болады ма? Уже пособием да жоқ, дымда да жоқ болып отыратын едім. А мен сынған жоқпын, мысалы да. Даже если кейбірлеріңізде сразу результат болмауы мүмкін, но дегенмен тоқтамаңыздар. По чуть-чуттен жасай беріңіздер, но тоқтамаңыздар. Мысалы, бір жылда Мерей ханым бриллиант болды. Мысалы, мен бір жылда бриллиант болмадым, значит, менің қолымнан келмейді деп тастап кеткен жоқпын ба, да? Әркімнің өзінің жаңағыдай историясы, әркімнің жаңағыдай жетістігі әртүрлі болады. Бұл жақта бір конкурс емес, біз бір-бірімізбен жарысып жатқанда кім впервые жаңағыдай звание ашады деп ондай жарыс болып отырған жоқ. Әркім өзінің темпімен, әркім өзінің несімен жүреді. Мысалы, мен тоже Мерей ханым бір жылда бриллиант болған, значит, мен деген бола алмайды екенмін деп тастасам, тоже, мысалы, директор болам ба? Мысалы, мен бір жылда директор болдым, да? Мысалы, да, бір жылдап даже мысалы, бұрын офлайнның кезінде тіптен бір жылдап 12%-те де жүрген ғой адамдар. Мысалы, Нұрия Ахметовалардың кезінде рекрут жасаған, естісеңіздер, тыңдаңыздар қыздар, кім тыңдамады. Даже басқа қалаға кетіп қалып, өзі Ақтөбенікі Нұрия Ахметова, Оралға кетіп қалып, танымайтын қалаға барып, ол кезде сотовый телефон, WhatsApp, Instagram деген дым жоқ. Қазір біз рахат, біздің заманымыз қазір сетевой жасайтын. Нұрия Ахметовалар кәдімгі танымайтын үйлердің бір подъезге кіріп алып, есіктерін түртіп Арифлеймді предлагать етіп жүрген. Представляете? Қазір мысалы сіздер солай жасайсыздар ма? Вот олардікі таза еңбек, ал біздікі қазір үйімізде жатып алып, мысалы, шай ішіп отырып та печатать ете береміз, мысалы, да, таксиде келе отырып та печатать ете береміз, мысалы, кеше мен закрытие каталога күні көшеде жүрдім, тән до обеда үйде болдым да, после обеда шығу керек болды, кәдімгі көшеде жүріп, мысалы, деген заказды да салдыртып үлгеріп аттым, сол күні соңғы күні адамды да тіркеп үлгеріп аттым. Кстати, закрытие каталога күні мен деген 3-ші ретке ашып кеттім. Қыздар, білесіздер ма? Сондықтан жасайтын адамға ештеңе де сылтау емес. Любой жерде жасай беруге болады біздің бизнесіміз. Қонаққа барыңыз любой жерге. Мен жаңағыдай қонаққа баратын жер іздеп жүретін едім, потому что енді үйде шықпай отырған адам болғасын да, бір адаммен сөйлесіп информация берген келеді. Қонаққа шақыратын болса, біреу уже деп қуанып кетемін. Так, ана жақта қазір левый адамдар көреді, маған рекрут табылады бұйырса деп. Сөйтіп жүрген жермен, даже мысалы поликлиникаға балдарды приемға апарған кезде, очередьте тұрғанда да уже адамдармен сөйлесіп кетуді, ханымдар, мен смс-тің дауысын мана уже беззвучный режимға қойып тастадым. Қандай звукты сіздер естіп жатырсыздар, мен вообще не понимаю. Менде беззвучный режимда тұр телефоным. Так. Әне мен сіздерге қарап ойым бөлініп кетті тағы да. Вот, жүрген жерлерінде мен рекрут жасап жүрмін. Тіпті баламды жаңағыдай далаға топырақ ойнатуға алып шықсам да, сол жерде обязательно, мысалы, площадкаде ата-аналар деген толып жүреді ғой, толып жүреді. Тек мен лишь бы бір сөйлесіп қалу, бір любой элементарный бір карантинді айтып кетіп, тағы басқа бірдеңе любой әңгімеден бастап кетіп, лишь бы мені соңында Арифлеймді айтуым керек қой, любой адаммен сөйлесе беру керек. Сондықтан рекрут бар, рекрут көп. Бизнес кереметті қыздар, 56 минут қалыпты. Сұрақтарыңыз болса? Секретті көрдіңіз ба? Жарайсыз. Секретті барлықтарыңыз көріңіздер міндетті түрде. Секрет деген андай документальный фильм ғой, клиент жаңағыдай шетелдік, американдық жаңағыдай бизнесмендер, миллионерлер жазған документальный фильм.
Эфир сақтаймын, бұйырса эфир сақталынады ма? Қазір андай болып сақталынады да, не болып лентада. Рахмет. Вот, негатив болмау керек. Қазіргі кезде мен 300 мыңға жуық зарплата аламын. Эфирді сақтаймын. Неше пайызға шықтыңыз? Мен уже золотой директормын. Так. Жасайым деген адамға ештеңе кедергі емес. Просто сіздер деген кейде ерінесіздер, біреумен сөйлескенше, бұл жақта деген бізде физически қиын алатын жұмыс емес. Бұл жақта сіз тас көтермейсіз, пол жумайсыз, тағы бірдеңе доставка жасамайсыз. Біздің шаршайтын сол тіліміз ғой. Сол сөйлесуге ерінеміз. Бұл жаққа келіңіз ба, уже общительный болып үйрену керек. Екінші веткіні 6% ашуға болады ма? 6% мен ойлаймын, сіз әлі дайын емес екінші веткі ашуға. 6% болсаңыз, кешегі каталог, осы каталогте тіркелген шығарсыз, Шамал бір 12-15%-ке келгенде ашқан дұрыс деп ойлаймын. Екінші веткіда, мысалы, екінші веткі болса доход болады екен, отрыв болады екен деп екінші веткіні ашып тастау емес. Ол екінші веткіға тіркейтін адамдар, ол тоже ол жаңағы ағаштың бұтағы емес, ол адамдар, Сіз бір адам болсын екінші веткіға тіркедіңіз ба, бір адам болсын 150 балл салдыңыз ба, болды. Оны сіз әрі қарай өсіруге міндеттісіз спонсор ретінде. Сіз оны бизнес жасайсыз, ақша табуға келесіз деп сөйтіп шақырасыз, да әрі қарай өсіруіңіз керек. Өйткені ол новичок. Оның үстінде тіркейтін адам жалғыз сіз. Астында ешкім жоқ. Сондықтан сіз екінші веткіні бастағанда өзіңіз өсіріп бастайсыз. Шамалы өскеннен кейін барып уже командаңыз өседі. Ал пока сенімді емессіз ба, өзіңізге рекрут жасай алмай жатырсыз ба, шамалы үйреніп алған дұрыс. Және де бірінші веткіңізға міндетті түрде. Мен хотя бы 5 КБП демеймін, хотя бы 3 КБП-ңіз болсын, өзіңіз именно тіркеп өсірген 3 КБП-ңіз болсын, соны тәрбиелеңіз. Содан кейін, пожалуйста, екінші веткаларыңызды ашуға болады. Ал асыңызда КБП жоқ, әлі екінші веткі ашу меніңше рискованный деп ойлаймын. 150 балл қиын емес. Сондықтан қыздар, болды, аспандағы айды сұрап атырған жоқ компанияға да. Яғни компания сізге товар обороттан ақша төлейді. Компанияның сіз клиенті бола отырасыз, клиенттерін көбейтесіз, сол арқылы компания сізге ақша төлейді. Қыздар, уақыт бітті, 25 секунд қалды. Эфирді аяқтаймын, сақталса сақтаймын. Барлықтарыңызға, тыңдағандарыңызға рахмет.